ғана сын айтып кетеді, болды. Мұғалімді жерден алып жерге салып кетеді, бірақ соны шешудің жолын көрсетпейді. Ал Құдайберген Жұбанов айтады, сен әдіскерсің ба, сен тексерушісің ба, сен соның жолын көрсетуге міндеттісің. Одан кейін ол кісі айтады, мұғалімдердің білімін жетілдіру үшін курс өткізу керек. Курс өткізу керек 10 күндік. Содан кейін мұғалімдер курс өткізгеннен кейін мұғалімнің еңбегін бағалау керек, жаңа тексеру керек. Мұғалім жоғарғы нәтижеге қол жеткізді ма, оның еңбек ақысын көбейту керек. Өйткені ол курстан оқыды ғой, білім алды, білімін жетілдірді дейді. Оның білімі алдыңғы біліміне қарағанда көбейді дейді. Сондықтан қажетінше ол дейді алдыңғы балаға жаңағы кішкене сапасы төмен білім беріп жүрсе, енді ол курстан өткеннен кейін одан да сапалы білім береді дейді. Сол үшін оның еңбек ақысын көбейту керек. Не істеу керек жаңағыдай әдіскерлік көмек көрсетпей тек қана тексеріп ұрысып айлап кететін әдіскерлік. Олар кәдімгі әдіскерлік көмек көрсету. Оның біздің жүйе талап ету керек. Ол қана тексеріп кетпеу керек. Ол әдістемелік тұрғыдан көмек көрсету керек та. Сен былай істесең былай болады, былай істесең былай болады деген нәрсені. Бізде ол жоқ. Келесі. Қараңыздаршы енді не дейді Жұбанов? Жүйелі білім беру үшін мұғалімнің өзінде жүйеге салынған білім болу керек. Бұл біздің қыбыжымыз, шын айтқанда. Сен күнделікті 45 минутта неден кейін балаға нені бересің? Қай тапсырмадан кейін қай тапсырманы орындатасың? Қай балаға қай тапсырманы орындатасың деген нәрсені мұғалім сабаққа кірмес бұрын дайындалып бару керек. Ой, мен қазір бүгін осы сабаққа кеше ана сыныпта өткен, бүгін мына сыныпта сонда өте салам деген болмайды. Өйткені өздеріңіз тәжірибелеріңізге қараңыздаршы. Мысалы, бір керемет немен, жоспармен А сыныбына кіресің де керемет сабақ өтіп шығасың. Тура сол екпінменен Б сыныбына кірсең, ондай дәрежеде сабақ өте алмайсың ғой. Мойындайсыздар ма? Өйткені ол неге байланысты? Өзіңнің де сол кездегі мінез-құлқыңа, көңіл-күйіңе байланысты, иә? Негізі мұғалім актер болу керек дейтін сол ғой. Біз бүкіл үйдегі нәрсемізді, жұмыстағы нәрсемізді, бүкіл реніштің бәрін сен сыртқа тастауың керек та, таза адам болып сабаққа кіргің керек қой. Ол кездегі сенің оқушылардың жауабы да, оқушыларыңның өзін ұстауы да барлығы мұғалімге әсер етеді. Сондықтан әрбір нәрсені жүйелеп алу керек деген нәрсені айтып отыр. Мынау енді мысалы бұйымды жасап шу ішінде оның сыр-сипатын білу керек деп отыр. Яғни мен қазір сіздерге айтып отырмын, мен қазір сіздерге мысалы мына тапсырманы бұлай айтыңыздар деп айтым. Бірақ мен сіздердің оқушыларыңызды білмеймін. Сіздің оқушыңыздың деңгейін білмеймін. Әр оқушыңыздың деңгейін сіз өзіңіз ғана білесіз. Мен білмеймін ғой. Егер мен шын мәнінде сіздің сыныбыңызға барып, жаңағы сабақ беріп, бір-екі күннен кейін балаңыздың деңгейін көрсем, онда мен қай балаға қандай тапсырма беру керек екенін білемін. Ал мен қазір сіздерге жалпылама айтамын. Ал ол тапсырманы сіз өзіңіз барып пайдаланасыз оқушыңызға. Өйткені мен сіздің оқушыңызды білмеймін, қандай екенін. Деңгейін де білмеймін оны. Келесі. Яғни мұғалім өзінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру үшін онда педагогика психологиялық білім болу керек. Сіздер жаңағы қандай ұстаным бар принцип, қай ұстанымды қалай сен сабақта басшылық аласың, қай әдісті қалай пайдаланасың, осының барлығы әрбір оқушының психологиялық ерекшелігін білуіңді. Сенің оқушың кім? Флегматик па, сангвиник па, холерик па, меланхолик па? Әйтеу оның бұл темпераменттің түрлері де оқушыларда таза кездеспейді. Аралас болуы мүмкін, бірақ біреуі басым болады. Ол өздеріңізге де қараңыздар. Сен мысалы бұрын қандай едің? Ашушаң бедің, холерик болсаң, қазір сен флегматикқа айналып кетуі мүмкін. Оған орта әсер етеді, айналамдағы адам әсер етеді. Үндемейтін меланхолик болсаң, қазір сен холерик болып кетуі мүмкін. Міне осындай нәрселерді білу керек.
Екінші педагогикалық қабілет болу керек. Мысалы бізде болады. Теориясы өте мықты, жақсы оқитын студентіміз, мектепке барған кезде сабақ бере алмай қалады да, керісінше жаңағы ілуд, әзер жүріп, үшпен оқып, бірде сабаққа келіп, бірде сабаққа келмей жүрген студентіміз керемет сабақ беріп шығады. Өйткені онда педагогикалық қабілет бар болады. Ол жаңағы теорияны білмей тұрса да балалармен сөйлесіп, жаңағы әйтеуір сол ситуациядан шығып кетеді да. Ал анау теориясы мықты, керемет біліп тұратын студентіміз сөйлей алмай балаларды көргенде бүкіл дегбірі қашып, не айтып, не қойғанын білмей сасқалақтап қалады. Яғни педагогикалық қабілет деген осы. Одан кейін қабілет неге келіп тіреледі? Тапсырманы түрлендіріп беруде. Мысалы, естеріңізде бар ма? Мысалы, бізде математика пәнінің мұғалімі мектепте оқып жүргенде айтатынбыз. Апай бүгін журналдың басынан сұрады, ертең ортасындағылар дайындап келеді, одан кейін келесі сабақта соңындағылар деп. Ана оқушы бүкіл мұғалімнің қалай сабақ сұрайтынын біліп отыратынбыз. Өйткені оқушы өте психолог қой. Мен қазір студенттеріме айтамын, қандай ат қойдыңдар деп. Кез келген мұғалім ат қойып алады ғой. Сонымен айтамын, ертең педагогикаға барасыңдар, сонда сендерге де оқушылардың ат қояды деймін ғой, соны күліп жүреді. Яғни мұғалім сабақты сұраған кезде де сен өзіңнің өзгертіп отыру тактиканы. Әйтпесе оқушы айтады, кеше журналдың басындағылардан сұрады, біз дайындалмай келеміз деп, дайындалмай келеді да. Яғни бұл не дағды? Олар мұғалімнің дағдысын тез біліп алады да. Қазір апай бірінші сабақ түсіндіреді, одан кейін барып тапсырмасын сұрайды деп. Соны мұғалім әйтеуір шамасы келгенше өзгертіп отыруға тырысу керек деп айтқым келеді. Содан кейін педагогикалық тілдесім. Баламенен сөйлесе алу. Сен балаға қалай сөйлейсің, ол саған солай жауап қайтарады ғой. Ол маған осы кешке дейін сабақта шулап отырасың десең, балаң саған солай жауап қайтарады ғой. Саған не болған бүгін өзі? Тыныш отырсаңшы бір нәрсе, көңіл күйің болмай отыр ма десем, жайлап сөйлеп айналайын десем болды. Ол 10-шы сыныптың баласында басынан сипап қойсам, төбесі көкке жетеді. Яғни тілдесім жасай білу мұғалімнің ең басты қасиеті болды. Қай баламен қалай сөйлесесің? Әрине, жаңағы болады, мысалы, психологтар айтады, холерикке дейді, жаңағы елдің көзінше ескерту жасау керек. Холерик деген жаңағы өздерінің жақсы оқитын оқушылар, өздерінің керемет, мықтымын деп сезініп, мұғалімнің артында еркін жүретін балаларға дейді, көпшіліктің көзінше ескерту жасау керек. Ал меланхоликтарға жаңағы үндемейтін, әзер сабаққа жауап беретін балаға жеке алып қалып ескерту жасау керек. Өйткені де сен оған көпшіліктің көзінше ескерту жасасаң, ол одан сайын түсіп кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Яғни педагогикалық тілдесім деген осы. Қай баламен қалай сен қарым-қатынас жасай аласың? Бірақ балаға жаңағы айналайын деп отырып талап қоя білу керек та. Мұғалім ол қаталдық басқа нәрсе, талап басқа нәрсе. Қойдың ба талапты? Сол талапты баланың орындағанын сен өзің талап ете білуің керек. Мен мысалы балаларыма айтамын, кім, қазір бізде онлайнда көп жүрдік қой, сонда айтамын. Кім ғаламтордан көшіріп жіберсеңдер, мен оны антиплагиатқа тексерем, көшірген адамға да, жасаған адамға да бірдей болса маған сен кімнен көшірдің, кім жазды, менің шатағым жоқ деймін да. Берген сен кінәлісің, көшірген сен де кінәлісің. Екеуіңе де 0 балл. Сөйтемде мен міндетті түрде 300 студент бар. Мысалы, биыл менде 500 студент алдым болды. Барлығын шамам келгенше түнімен ұйықтасаманда сенбі-жексенбі кетсе де мен балаларымның жұмысын тексеремін. Өйткені олар мен тексеретінімді біледі да, жаңағы әркім өзінің шамасы келгенше жазады. Мен айтам, маған сендердің өтірік көшіріп әкелгендердің керегі жоқ. 3 сөйлеммен жазсаң да, өзіңнің ойыңды тұжырымдап жазсаң, маған сол жеткілікті.
таза сенің өзің еңбегің болу керек. Көшірген білім саған білім болмайды. Мен айтамын, ол қазір сен менен құтылу үшін жасап әкелесің, бірақ ол ертең ұмытылып қалады ғой. Айтамын, маған ол қажет емес, мен білем деймін. Мысалы, мен саған беріп тұрған тапсырмамды мен өзім білем. Бірақ мен мұғалім ретінде сені үйрету үшін саған талап қоямын. Сен сол талаптың өресінен шыға алуың керек. Әрине біледі. Содан кейін мысалы, білмеймін, ол сіздерге жарай ма, жарамай ма. Мысалы, мен кез келген, біз енді 15 апта бір сабақты оқып бітеміз ғой. Біткеннен кейін міндетті түрде студенттеріме ашық хат жазғызамын. Айтамын, аты жөндерін жазбай ақ қойдым да. Жазғың келсе жаз, жазғың келмесе жазба. Бірақ осы сабақтан сен не үйрендің? Менің тарапымнан қандай кемшілік кетті? Мен неге мән бермедім? Соны ашық жазып беріңдер. Соны апай ол не үшін керек дейді. Мен айтамын, ол менің келесі тобыма керек. Мен келесі тобымда саған жіберген қателігімді жібермеуім керек. Сендерге не нәрсені мен кеміс бердім, мен келесі тобыма соны жақсылап беруім үшін керек. Содан кейін бәрі жарысып, кейбіреу аты жөнін жазады, кейбіреу жазбайды. Бірақ әйтеуір сол ашық хаттарын жинап аламын да, содан кейін өзім оқып, өзімнің ісіме өзім баға беруге тырысамын. Келесі, жаңағына педагогикалық, психологиялық білім, мен бұны сіздерге айтып шықтым, нақты қандай білімдер болу керек деген нәрсені. Педагогикалық қабілет. Әрбір баланы жаңағы ұтымды әдістер. Мысалы, кез келген әдіс, кез келген сабаққа тиімді бола бермейді. Әдістердің өзін, егер сіз мысалы бір сабақта кешке дейін жаңа балықтың қаңқасын пайдалана берсеңіз, мен мысалы ретінде алып отырмын. Одан оқушыңыз жалқып кетеді. Яғни әр сабақты түрлендіріп отыру керек. Содан кейін сіздерде Асхат Әлімовтың кітабы бар ма? Асхат Әлімовтың мектепте интерактивті әдістерді қолдану деген кітабы бар. Содан кейін жоғарғы мектепте интерактивті әдістерді қолдану деген кітабы бар. Асхат Әлімов деп іздеңіздер. Сонда бүкіл қазіргі таңдағы интерактивті әдістер бар ғой, солардың барлығы бар. Тіпті жаңағы сабақты қалай сіз өткізуіңізге болады, өздеріңізге кәдімгі күнделікті пайдалануларыңызға болады. Содан кейін әдістер қоймасы деп іздесеңіздер ғаламторда. Әдістер қоймасы дегенде бір кітап шықты. Қазір авторын есіме түсіре алмай тұрмын. Онда да түрлі бір 200-ге тарта әдістер берілген. Оның енді барлығын қолдана алмайсыздар. Өздеріңіздің сабақтарыңызға сай ғаламтордан жаңағы көшіріп алып пайдалануларыңызға болады. Келесі педагогикалық қызмет, мысалы, бұны айттым сіздерге. Яғни кез келген нәрседе оқушыға өздеріңіздің жаңа сіздер lesson study'ді пайдаланамыз деп отырсыздар ғой. Енді осында мысалы нормативтік дегеніміз ол белгілі бір нәрсе, мысалы адамгершілікке, эстетикалық талаптарға, нормаларды сақтау деген нәрсе. Біз балаларды соған үйретуіміз керек. Кез келген мысалы екінші тілді меңгертуде негізі танымдық нәрсе бірінші орында тұрады. Өйткені біз екінші тілді меңгертуде оқушыларға өзіміздің қазақ халқының жаңағы салт дәстүрін, мәдениетін, әдебиетін үйретуіміз керек қой. Танымдық ақпарат беруіміз керек. Келесі.